Жел мен күн. Бір күні жел мен күн кездесіп, кімнің күшті екенін білгісі келеді. Жел айтады: мен қуаттымын, мен ауыр-ауыр бұлттарды айдаймын, теңіздерді шулатамын, ағаштың жапырақтарын ұшырамын, кез келген нәрсені көтеріп жерге түсіре аламын. Күн айтады: мен өте үлкенмін, өте ыстықпын, барлығын қыздырамын. Екеуі ұзақ дауласады. Сол кезде олар келе жатырған бір баланы көреді. Жел ашуланып: қазір мен саған күшімді көрсетемін, дейді. Жел адамға қарай ызғарын жібереді. Бала тона бастайды. Жылы киімдерін шығарып оранады. Көңіл күйі түсіп, ренжіп ашулана бастайды. Жел, жел, мен сені жақсы көрмеймін. Күнде жел болмасын деп тілеймін. Соны көрген күн жарқ ете қалады. Күн жылынады. Бала киімдерін тастайды. Көңіл күйі түзеліп, күле бастайды. Күнге арнап ән айта бастайды. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мамам, болайын мен де аман. Сонда күн желге айтады: көрдің бе? Бәрін қинамай жақсы көріп, мейірімді болып, сүйіспеншілік арқылы көп нәрсе жасауға болады. Жүрек күшінен артық еш нәрсе жоқ.